Сәлем достар. Кассолог YouTube каналында жаңа бағдарлама оңай емес. Оның жүргізушісі мен Нұрбол Шыныбай. Бағдарламаны бастамас бұрын ол жайлы толығырақ айтып кетейін. Біз әр бағдарлама сайын түрлі танымал блогер, вайнер жұлдыздарды шақырып, бір-бірімен сайыстыратын боламыз. Тапсырмалар біз үшін оп-оңай, бірақ олар үшін оңай болмауы мүмкін. Бағдарламада ешқандай негатив проблема жоқ. Біз жай ғана көңіл көтереміз. Ендеше көтеріңкі көңіл күймен қазақ тілді YouTube-тың жаңа эрасын бастаймыз. Бізді қарсы ал, көрермен. Біздің алғашқы бағдарламамыздың алғашқы қонақтарымен таныстырып өтейік. Бірінші қонағымыз Инста жұлдыз, Инста красавчик Ахон Бержанов. Қош келдің, Ахон. Екінші қонағымыз Инста жұлдыз, Инста красавчиктің досы Баха Пупер. Қош келдің. Бірінші сұрақ, өздерің туралы айта кетсеңдер, толық аты жөндерің, қай жылғысыңдар, қайда дүниеге келдіңдер? Менің жалпы толық аты жөнім Ақбаров Бақытжан Ерланұлы. 97 жылғы боламын. Осы Алматыда дүниеге келгем. Сол қазіргі таңда Сатпаев университетінде 4-ші курста оқимын. Менің есімім Ахон Бержан, шын есімім Ахунбек болады. 96 жылғымын. Каспийский университетте оқимын. Алматы қаласында, өзім Атырау қаласында дүниеге келгенмін. Сол. Ал сендерді көп халық Инстаграмның жұлдыздары ретінде таниды. Жалпы осы Инстаграмға қалай келдіңдер және қашан келдіңдер? Мен жалпы осыдан бір жыл бұрын 25 январь күні бірінші видеоны түсірген болатын. Ол видео негізі туалетте түсірілген видео болған. Сөйтіп Авторға айтып өтсе. Сол отырып, жай телефон ойнап отырып түсіре салғам. Сосын көрейінші осы Инстаграмға салып деп салдым. Содан кейін әйтеуір барлығы қолдап, барлығы күліп, бүкіл группаларға тарап, сөйтіп әйтеуір таралып кетті. Содан бері басталды әйтеуір. Вот, короче, это крик души. Сейчас, получается, самая актуальная тема, это трансляция, да? Вот тёлки, девушки, вот нахуя вы так снимаете? Вот нахуя вы вот так снимаете трансляцию? Вот, чё, қызық болса? Кімге қызық мынау? Көзің сен көзің, кімге қызық мынау көзің? Или былай. Түсірсеңдер полный лицарын былай. Мамбеты, блядь. Екеуі симметрично емес па? Екеуі бірдей ғой, бетің бірдей емес па? Адам қанын қарайтасыңдар ғой. Естіп тұрады. Привет, как дела? У меня все хорошо. У вас как дела? Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Хуя интересно. Вы понимаете, да, о чем я? Я смотрю ваши трансляции. Я слежу за вами. Что нихуй так снимать. Ясно? Ахон, сен қалай бастадың? Менде де дәл солай. Туалетте ма? Мен деген ол кезде Dubsmash'тан бастадым. Dubsmash деген программа болды. Сол арқылы бір рет түсіп көрдім, салғаннан кейін видеоны көп просмотр жинап бастады. Содан кейін түсіріп бастадым. Одан кейін қызыммен түсірдім. Вот содан кейін бәрі жайлап жинап келе жатыр. Если бы ты знала, как только я, как хотел, чтоб ты была лишь моя. Сайысымызды бастамас бұрын кішігірім ойнасақ. Сендерге қазір бірнеше ситуация айтам. Соны өздеріңнің эмоцияларын көрсетсеңдер. Кім бірінші бастайды? Бастым. Сүйікті командаң финалда жеңіліп қалды. Ахон, саған сүйіктіңнің аяғы ауыр болып қалды. Оны еще әйелің біліп қойды. Ауыр. Баха, саған өзің ұнататын қыз саған бірінші болып дайректте жазды. Тағы ма дейсің? Ахон, саған жаңа алған, оның үстіне несиеге алған iPhone X-іңді жерге түсіріп сындырып алдың. Екіншісін аламын. Рахмет, ендеше сайысымызды бастайық. Сайыс бастамас бұрын шарттарын түсіндіріп кетейін. Жалпы осы жердегі 10 қыздың нөмірін алу керек боласыңдар. 10 қызды сөйлесеңдер, барып нөмірін сұрайсыңдар. Кім көп қыздың нөмірін алады, сол жеңімпаз атанады. Бірақ бір нюанс,
әр қызға әртүрлі подход жасау керексіңдер. Яғни біреуіне барып телефоныңызды звондай тұрайын деп айтсаңыз, екіншісіне ол нәрсені айта алмайсың, басқа нәрсе айту керек боласыңдар. Ендеше дайынбыз ба? Дайынбыз. Кім бірінші бастайды? Ахыл бастасын. Давай, Сулифа. Давай, Сулифа. Сулифа, 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 Сулифа. Жарайды, мен бастаймын. Ендеше біз бастаймыз. Адам жоқ қой. Қыздар, можно ваш номер, пожалуйста? Это правда? Да, можно. Маған бермеді. Девочки, извините, можно ваш номер? Да, ну вот без разницы. Давай. Не, это типа играет? Да. А, ну окей, играет. 2 номера наберите, вообще изи будет. 2 твоих. Все, сейчас. Ну, без разницы. Без разницы, да? И еще один. Сразу 2 плюса. Это. Так? Все, спасибо. Извините, можно ваш номер? Нельзя? Ладно. Порожняк. Извините, можно ваш номер, пожалуйста? Можно ваш номер? Просто керек еді бір нәрсеге. Айтып жазып бересіңізші. Все, рахмет үлкен. Қыз, пожалуйста, тұра тұрасыз ба? Номеріңізді бересіз ба? Пожалуйста, керек еді. Не клевесің ба? Иә, пожалуйста, бере салшы. Просто, бір нәрсе орындап отыр едім. А? Жоқ, өтірік номер болса жазылсайшы. Вот это поворот! Иә. Дай ка мен Иә, жаза берсе любой. Все, рахмет. 4. Сіз номеріңізді алыңызшы. Сік сосын номеріңізді бере салшы, иә? Әке, номерді айта сал, тез. Айта салшы. Маған номер бермеді. Ладно. Суретті удалить ет десең. Саламатсыз ба? Номеріңізді бересіз ба? Просто керек еді бір нәрсеге. Пожалуйста, өтірік номер болса да бере салыңыз. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? 778. Я не знаю, просто придумала. Или вот это. Все, рахмет. Кешіріңіз, можно? Номеріңізді бере аласыз ба? Нет. Нет? Ладно. Берген жоқ. Бля, порожняк баха деген. Баха деген порожняк. Ешкім бермейді. Өйткені менің түрім неприятный. Ахуанға вообще ешкім бермейді. Қыздар, номерларыңызды бересіздер ма? Үйтіп айғайламасаңдар. Жоқ, сендер бірінші екеулер номерларын айтсаңдар. Не үшін? Просто ойын ойнап отыр едім. Отылып отырмын да. Как раз 2 плюс бар.
Анан мен жети. Жоқ. Олардың карты саласыз. 747 Мгм. 651 651 6156. Екінші Ана номер. жерде бақ тетігімен түсеміз ба, камерасымен, моментальныймен. 707 Ага. 165 135. 19. Қазір шақырып келем, тұра беріңіз. Все. Все. Все, смело. Смело, үш қыз смело. Девочки, можно вас? На минуточку. Можете номер дать? Зачем? Ладно, давайте. Что сделать? Напишите. Номер. Как раз 3 номера надо. Действие, да? Все, 1. Ну, пожалуйста. Быстрее, я ж Ну, не торопитесь. Все, еще один номер. Все. Все. Он. Что там, Баха, қанша номер? 10 номер. Сәлем, кешіресіз. Не, сіздердің номерларыңызды бола ма? Жай просто. Сол, керек болып тұр. Пожалуйста, маған керек болып тұр. Сол. Пожалуйста, бере алайындар. То, давай, пожалуйста. Сізді бола ма, бір минутқа? Есіміңіз кім сіздің? Менің есімім Махом болады. Сіздің номеріңізді бола ма? Пожалуйста. Сәлем. Қалайсыз, есіміңіз кім болады сіздің? Просто керек еді есіміңізді білгім келіп тұр. Сол бір Ләззат, менікі Ахом болады. Сіздің бір не ұсыныс қойғым келіп тұр сізге. Давай екеуміз Сурифа ойнайық, яма? 3 рет. Егер сіз жеңілсеңіз, сіз номеріңізді бересіз маған. Сіздің қызыңыз бар ма? Жоқ. Мен білем. Давайте. Кеоня. Давай. Рисковать бір рет. Давай. Давай. Айтшы апаңа, давайте. Тормозить етпеді. Вы откуда? Давай. Бір рет, только. Последний раз нет. Давай, бір рет. Бір рет. Жоқ, бір рет. Жақсы. Камераға түсіріп алып. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі сайысымыз Ахом Бержанның айтуымен аяқталды. Оның себебін Ахомның өзінен сұрап көрейік. Менің аяқтаған себебім, мен барған қыздар олар танып қойып жатыр. Қызың бар емес па деп, потому что мен жүріп жатырған өзімнің қызым бар, Диляра деген. Сол себепті бәрі танып жатыр. Өзіме де ят болып тұр сұраған. Сол себепті мен жеңісті Бахаға берем. Олай болса, Баханы бүгінгі жеңісімен құттықтаймыз. Баха, құтты болсын. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі біздің сайысымыз өз аяғына жетті. Келесі сайыста кім мен кімді көргілеріңіз келеді, оны комментарияға жазып кетіңіздер. Және Казталог YouTube каналына жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Рахмет. Бля, ол бет тебетін сияқты мен. Бет тақ. Пусть джинсы ходите.